Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым, Азамат Скаков YouTube каналының оқырмандары. YouTube каналға подписка жасауды ұмытып кетпеңіз. Біз апта сайын пайдалы контент бөлісеміз. Апта сайын бір видео саламыз, 18-20 минуттық, өте пайдалы, ғылыми негіздерімен. Сіз менің айтқандарым бәрін ғылымнан таба аласыз. Және тапсырмаларымен. Әдейі бір аптасында бір видео шығарып жатырмын, өйткені сіз тапсырмаларды орындаған кезде ғана сіз түсінесіз. Енді Блум таксономиясы деген таксономия бар, естіген болуларыңыз керек. Ол жерде оны алдыңғы ең басында бір видеода айттым ғой деймін. Сіз ақпаратты естисіз ғой. Сіз ол ақпаратты әзірге білмейсіз. Сіз білесіз, бірақ әлі түсінбейсіз. Енді оны түсіну деген келесі баспалдаққа көтерілу үшін сізге әрекет керек. Яғни сіз бір ақпарат тыңдадыңыз ғой, сіз естідіңіз және оны білдіңіз, бірақ түсіну үшін соны сіз әрекет жасауыңыз керек. Және ол кейін әдетке айналдыру үшін тағы да әрекет жасауыңыз керек. Сондықтан достар, міндетті түрде менің видеоларымды шынымен ішіндегі ақпаратты өміріңізге енгізсеңіз, бұл пайдалы видео болады. Әйтпесе, жай ғана бір әңгіме айтып отқан жігіт болып қаламыз. Сондықтан супер, менің аудиториям, керемет аудитория, бұны айтудан жалықпаймын. Подписка жасаңыз, лайк басыңыз және комментарий жазыңыз. Бұл видеоның жоғары шығуына әсер етеді, сондықтан сіз басқа адамдарға пайдалы боласыз. Кеттік, жалғастырамыз. Естеріңізде болса, алдыңғы аптаның видеосы миымыздың бөліктері туралы басталған еді, енді соны жалғастырайық. Алдыңғы апта біз нелер туралы айттық? Префронтальная кора туралы айттық, оны қалай дамытатынымызды айттық және оған қалай әсер ете алатынымызды айттық. Енді осы видеода біз басқа бөліктер туралы сөйлесейік. Енді кеттік. Біздің миымызда маған ұнайтын, мен қатты мән беретін өз 4 бөлік бар. Префронтальная кора, амигдала, гиппокамп және миндалевидная железа. Осы 4. Енді біз амигдалаға келейік. Амигдала бөлігі, ғалымдар бүйтіп айтады, бала эмбрион күйінде анасының жатырында жаратылған кезде ең бірінші болып оның миінде амигдала бөлігі пайда болады екен. Амигдала бөлігінен басталады бәрі. Амигдала бөлігі дегенім, ол біздің өміріміздегі бүкіл рисктің алдын алушы бір бөлік, бағалаушы бір бөлік, және негативті эмоцияларға жауап беретін бір бөлік. Мысалы, қорыққан кезде, қыз қатты қорқып кетсеңіз, префронтальная кора басқармайды да, сізді уже амигдала басқарады. Енді амигдала басқарған кезде сіз логикалық тұрғыдан кейбір мәселелер дұрыс емес шешім қабылдауыңыз мүмкін. Өйткені біз қорқып кеттік. Жай күндер сіз ойлаңыз мүмкін, одан қорқатын несі бар деп, бірақ моментте тойда қолыңызға біреу микрофон бере салыңызды қорқып кеткен кезде сіз не айтып не қойғаныңызды білмей қалуыңыз мүмкін. Осы кезде демек бір логика емес, бізде қорқыныш жұмыс істеп жатыр. Енді амигдалада біз бүйтіп елестетейікші, миыңыздың бір азуы бар, озу, RAM дейміз ғой, жаңағы компьютердағы оперативный памятьқа жауап беретін, тез жұмыс істеуге жауап беретін бір бөлік дейік. Және амигдаланың белгілі бір мегабайты бар. Әркімде әртүрлі белгілі бір capacity, белгілі бір күші бар. Объем работы, мощность дейді ғой. Енді мегабайтпен өлшеп көрейік. Мысалға әрине оны мегабайтпен өлшей алмайсыз ғой. Дегенмен, мысал дейік, біздің амигдаланың жылдамдығы 256 мегабайт в секунду жылдамдықпен жұмыс істейтін болса. Енді неғұрлым сізде негативті ақпарат көп, неғұрлым негативті естеліктер көп сізде, неғұрлым қазіргі күнде бәріне ренжігішсіз, соғұрлым амигдала толып кетеді. Переполняется дейміз ғой. Асып, тасып кетеді да, толып кетеді да. Енді амигдала толып кетсе, мегабайт азайып қалса, қарапайым телефонда, мысалы, мегабайт азайып қалса, суретке түсіретін кезде қаның ішеді. Мегабайт жетпейді, сурет сұрамайсың деп қаның ішеді. Тура сол сияқты. Сіз бір ақпарат алғыңыз келеді, бірақ түсіне алмайсыз. Фокусыңыз шашырап кетеді. Бәлкім сіздің амигдала переполненный шығар. Енді ішін қазып көрейікші, амигдалада сізде өткен шақтан ақпараттар бар. Өткен шақтағы негативті оқиғалардың жиынтығы бар. Мен бүйттім, мен сөйттім, ренжіп қалдым, маған кезінде мама бүйткен, папа сөйткен, ана мұғалімім бүйткен, кішкентай кезімде ағам мені ұрып тастаған, ана болған, негативті ақпараттар, реніштер сол жерде сақтаулы. Енді амигдаланың бір қызығы мынандай, кез келген ақпаратты сіз есіңізге түсірген кезде, кішкентай кезіңіздегі бір ауыр ақпарат немес, кез келген өткен шақтағы бір ауыр ақпарат, маған жағымсыз, маған эмоциямды, негативті эмоция сезуге әсер ететін ақпарат сезген кезде,
есіме түсірген кезде амигдаладан ақпарат шығады да қазіргі неокортекспен обрабатывать етеді да денемді тура сол кездегі жағдайға алып келеді, халге алып келеді. Мен сол жерде қатты қорқып тұрдым ба, мен тура сол гормондарды қазір сеземін. Мен сол кезде қатты ашуланып тұрдым ба, мен тура сол гормондарды қазір сеземін. Енді мысалы сіз ашуланған кезде амигдала тапсырма береді надпочечникке, мынандай ашуланып тұрмыз, мынандай гормондар керек. Қорқып тұрмыз, мынандай гормондар керек. Мысалы сіз қорыққан кезде адреналин, кортизол, эпинефрин, норэпинефрин және аминожиры сияқты гормондар бөлінеді, бүкіл денемізді 3-ақ секундта басып алады. 3-ақ секунд керек. Сол үшін біз тойда микрофонды алып сөйлейтін кезде аяғымыз дірілдеп кетуі мүмкін, жаңағы ішімізде біртүрлі сезім болуы мүмкін, даусым дірілдеп кетуі мүмкін, және не айтқым келгенін ұмытып қалуым мүмкін. 3-ақ секунд жеткілікті сіздің миыңызға бүкіл денені стресс режиміне кіргізуге. 3-ақ секунд. Одан кейін енді бұл бөлік ішінде бүкіл ақпараттар бар. Енді бұл бөлікті біз босатуымыз керек. Ішіндегі негативті естеліктердің бәрін жіберуіміз керек. Әрине айту оңай, мүмкін болса коучпен терапияға барыңыз, психологқа барыңыз, бұны босатып тастау керек. Қарапайым тілмен логикасын түсіндіріп көрейін, қалай босататынымызды. Анау ақпарат мен есіме түсірген кезде мен денем түршігіп кетсе, демек ол қазір негативті заряды бар бір ақпарат болып тұр ғой менің миымда. Енді мен оны шығарамын да разбор жасаймын. Мысалы, кішкентай кезде бір оқиға болды, сен ол оқиғаға ренжулісің. Мысалы, папа тұрды да мамаға сөйледі, неге кешігіп шықтың үйден депті. Мен машинада отырып, мен ренжіп қалдым деген сияқты. Шықты да папа көлікке отырды да мамаға сөйледі, сен неге өмір дайын болмайсың, сен қашан кешігіп, сен үшін кешігеміз деп жатыр дейік. Азамат 5-6 жасар, бұл ойлап тапқан оқиға достар. Азамат 5-6 жасар, ол үшін ол ақпарат өте ауыр. Ол мына ақпаратқа бүйтіп шеттен қарай алмайды, бүйтеді. Менің өмірімдегі ең маңызды адам екеуі, бірақ екеуі бір-бірімен ұрысып жатыр деген ақпарат бар. Екеуі бір-бірімен ұрысып жатса, мен көтере алмаймын оны, маған больно, менің жүрегім ауырады деймін да, солай қабылдап қалам, менің ойымда папа жаман деген ой болып қалды делік. Енді мен қазір әлі күнге дейін бұған ренжіп жатқан болсам, енді бұл 5 жасар азаматтың шешімі ғой. 5 жасар азамат екеуі ұрысып жатыр деген шешім қабылдады. Неужели отбасы бар кісілер біледі, әйелі мен күйеуі бұндай тақырыпта сөйлесуде тұрған бір нәрсе бар ма? Мысалы, ренішін білдіруге, айтуға, мен кешіккен жақсы көрмеймін, сен үшін біз кешігіп қалдық деп айтуда тұрған екі ересек адам арасында әңгіме, нормальный әңгіме болуы мүмкін, бірақ 5 жасар азамат үшін не нормально? 5 жасар азамат соны андай бір негативный ақпарат қылып есінде сақтап алды. Андай папа мынандай, мама мынандай, деп соны сіз бүйтіп шығарып, разбор жасай алсақ. Не деп айтты? Осылай болды. Сосын сен не деп ойладың? Мен андай папа нетіп жатыр деп ренжідім дейді. Қалай ойлайсың? Ересек адамдар бір-бірінің арасында сөйлесе ала ма? Ересек адамдар бір-біріне ренішін жеткізе ала ма? Жеткізе алады. Және ол мамаң мен папаң ғой, екеуі бір-бірінің, анау әйелі, анау күйеуі ғой. Сенің ол жерде шешім қабылдайтын күшің жоқ қой, не қатысың бар? Ол кішкене жалпақтар айтылған шығар, бірақ логика осы. Ана оқиғаның негативный емес екенін түсіну керек. Енді амигдаладан кез келген оқиғаны шығардым, разбор жасадым, мен ол кезде дұрыс емес ойлап қалған екенмін ғой десе, енді барлығы разбор жасалғаннан кейін негативный заряд кетіп қалса, ол жай оқиға болып қалады. Ол жерде негативный ештеңке жоқ. Сол кезде ол ақпарат амигдаладан жай ғана ұзақ мерзімді есте сақтау қабілетіне ғана кетіп қалады, болды. Ол же негативный заряд жоқ. Сондықтан амигдаланы өстіп босату керек. Ол босаған болса, ол қазіргі болып жатқан оқиғаларды, жан-жақтағы рисктарды күшті қадағалай алады. Енді бізде не бар өткен шақта? Бізде өткен шақта реніштер бар. Анаған ренжідік, мұнаға ренжідік, бұны бәрін алып тастау керек. Бұл мынандай инфантильный әрекетке де қатысы бар. Инфантильный деген балалық дегенім өспей қалған, жетілмей қалған кейбір адамдар бар. Әрекеті жетілмей қалған. Инфант деген ағылшыншада ребенок деген сөз, бөпе.
и соны жасап жүрген ересек адам бар, соны бөпенің әрекетін жасап жүрген ересек адамдар бар. Мысалы реніштер, әрине келісемін, ренжиміз, мен оның өйтіп жасағанын күтпеген едім, бірақ ол сатқындық жасады дейміз, окей, жасады. Енді оқиға өтіп кетті ғой, мен қаласам да қаламасам да ол уже болып кетті. Енді менің оған қазір қарсы шығуым әбестік, үлкен қате. Өйткені болып кетті. Енді шешім қабылдаймыз, ары қарай не істейміз деген шешім қабылдаймыз да өмір сүре береміз. Бірақ кейбір кезде бізде мынандай бола ма, өзіме зиян келтірем, не үшін? Аналар қиналу үшін. Білмеймін, әдейілеп кішкентай балаларда болатын, кішкентай кезінде менде болатын, білмейсіздер де болатын бет, бүйтетін, мама папа ұрысса маған ойлайтын, осыдан маған бір нәрсе болып қалса екен, екеуің қиналасыңдар деп ойлайтынмын ше. Соны ойлайтын кейбір кезде пышақпен алып бір жерімді кесіп жіберейін ба, сосын мына екеуі жылайды деп. Бұл кішкентай баланың әңгімесі. Бірақ ойланып көріңізші, сіз біреуге ренжу арқылы, біреулер барып тамақ жемей қойып жатады, біреулер білмеймін өз-өзіне зиян тигізіп жатады, қайғырып жатады. Өйткені қайғыру негізі негативный эмоциялар сіздің денеңізге шынымен зиян келтіреді. Стресс гормондар шынымен сіздің ағзаңызға зиян келтіреді. Сонда мен біреу үшін өзіме зиян келтіріп жатырмын да, и оған да больно болсын деп мен өзіме зиян келтіріп жатырмын. Логика қайда? Кішкене сәйкес келмейді. Сондықтан достар, реніш деген мәселені өзімізбен тасымайықшы. Мүмкін болса, әрине айту оңай, бағанада айтқандай, бұнымен жұмыс істеу керек, бірақ дегенмен логика осы. Реніш деген мәселе мен тасып жүрген бір батпақ толған мешок, ауыр, өзім тасып жүрмін, еще бәріне айтып жүрмін, ана бүйтті сөйтті алдында, жұрттың алдында мен позорым шығады, ана абысын бүйтіп айтты, мынау сөйтіп айтты деген сақтап жүрмін ғой мен өзіммен. Енді давайте бұдан құтылайық. Кешірдім. Кешіру оңай емес шығар, түсінемін кейбір адамдарға. Давайте онда бұл оқиғаға рахмет айта алсақ. Мені бұл бір нәрсеге үйретті ғой. Бұл мен сабағын алдым, мен өстім ғой. Супер, онда рахмет бұл оқиғаға. Тіпті кешіру емес, жақсы көріп қалсақ бұл оқиғаны. Өйткені ол оқиға маған үлкен сабақ берді, мен соның нәтижесінде қазір осындай азамат болдым деп айтатындай ше. Сондықтан реніштер кешіреміз. 2. Қателер, мен жасаған қателер амигдалада сақталады, өткен шақтағы. Енді теориялық тұрғыдан біз қате жасай алмаймыз. Яғни қалай? Мысалы, 2 жыл бұрын азамат бір шешім қабылдады да, ол ойлады, мен супер шешім қабылдадым, давай, енді бүйтеміз, сөйтеміз, атып кетеді деді. Бірақ 2 жылдан кейін қазір қарап отырасың да, жаман тупит етіппін ғой деп ойлауыңыз мүмкін. Анау 2 жыл бұрынғы жасаған азаматтың ісі қате ма? Қате емес. Сол сәтте азамат ең керемет нәрсе жасап жатырмын деп ойлады. Әрине 2 жылдан кейін сен қарадың да, қателесіппін дедің. Қате жоқ, достар. Ешкім әдейілеп қате жасамайды. Сіз бүйтпейт шығарсыз, отырып, давай бір жақсылап бір қателесейінші ертең осыны бір зардабын шегейінші деп ешкім қате жасамайды. Немесе қазір бір нәрсе жасаймын, бір 2 жылдан кейін қатты қиналатындай деп ешкім жасамайды. Сондықтан достар, қате де жоқ. Енді осыны 2-ге бөліп алайық. Жасаған қатеңіз бар, 2, екіншісі күнә бар. Күнәні ешқашан ұмытпаймыз. Күнәні Алладан кешірім сұрайсыз ақыретке дейін. Сіз бен Алланың арасындағы әңгіме. Бірақ қате жоқ. Мен ойлаған шығар, мысалы, ол бизнес атып кетеді деп, 3 жыл бұрын бір бизнес бастаған шығар, банкрот болған шығар. Бірақ мен сол сәтте ойладым ғой, атып кетеді деп. Мысалы, элементарный, даже біз қарыз алатын кезде ешкім қайтармаймын деп алмайды ғой қарызды. Менде қызық бір оқиға болды, осыдан 3 жыл бұрын бір үлкен компаниямен келісім шартқа отырдық, онымен жұмыс істедік, командасын оқыттық, үйттік. Ол компания маған 2 миллион теңге төлеу керек болды. Сонымен ана 2 компания арасындағы келісім шарт, юридический договор, мынау деп жүрген кезде, ол еще Қазақстандағы алып компания. Енді биткем ғой, мен барып сабағымды өтіп кеттім. 1 күндік, 2 күндік ба, өтіп кеттім, кетіп қалдым уже. Ол қаладан енді түсіп бітпейді ғой, біресе договор дұрыс емес дейді. Ойбай, ол договорды реттейміз, аламыз, 1 апта өтіп кетеді. Біресе ана жақта бухгалтер ауысып кетеді. Мен 1 апта өтіп кетеді. Біресе ортада жаңағы жазған сабақтың тақырыптарында бір қате кетіп қалған, стандарт сәйкес келмейді. Оны өзгерту керек. Сөйтіп не керек? 3 айдан кейін алдым ғой мен ана ақшаны. 3 айдан кейін түсті да. Бірақ мен биттім. Хорошо, что болмай қалды. Бірақ бір досымнан сол қаладан келе салған күн айттым, бауырым, 1 апта, 2 аптаның көлемінде маған ақша түседі.
соны маған бере тұршы, маған қазір 2 миллион керек еді деп айттым. Бірақ ол бермеді, окей, алмадым, жақсы болды. Бірақ мен шын сеніп тұрдым ғой, ары кетсе бір аптада, енді тіпті болмай қалса 2 аптада ақша түседі деп сеніп тұрмын ғой. Бірақ 3 айдан кейін түсті, сондықтан ешкім әдейілеп тіпті қарыз алған кезде мен қайтармаймын деп алмайтын сияқты. Менің сенімімде, мен солай хүснүзан жасаймын, мен адамдар туралы жақсы ойлаймын, бәрі жақсы ниетпен алады. Окей, түсіндік. Яғни амигдаланы босатудың жолы, өткен шақтағы өкініштер, реніштер жоқ. Өткен шақта қате жоқ. Енді осы өткен шақтағы өкініштер мен қателердің нәтижесінде сіз өзіңізге бағалау жасап алсаңыз. Мен бүйтіп айтамын ғой, бір кісі айтады, мен даусым нашар дейді. Мен айтамын, қайдан білесің деймін. Енді білемін ғой, мен даусым ғой дейді. Сен қайдан білесің, даусың нашар екен, сен мамансың ба, ұстаз ба едің, вокалдан, білмеймін, доктор ма едің, қайдан білесің, ғылыми түрде дәлелі бар ма? Жоқ, мен білемін дейді. Бұл не деген сөз? Кішкентай кезіміздегі бір оқыған нәтижесінде мен туралы қабылдаған шешімім, ол өтірік. Мысалы, мен 4-ші сынып кезде ән күй сабағында өлең айттым. Бүкіл сынып күлді. Енді 4-ші сынып азамат үшін бұл ақпарат өте ауыр ақпарат. Бұл айтады, мен енді ешқашан өлең айтпаймын, өйткені менің даусым быч дейді. Бірақ саған кім айтты даусың быч деген? 4-ші сынып достарың айтты. 4-ші сынып адам саған айта ала ма шындығында қандай екеніңді? Бірақ мен 30 жасыма дейін осылай өмір сүрдім. Менің даусым жоқ деп сендім, Кейін өстіп қазған кезде ойладым, саған шынымен кім айтты маған даусың жоқ деп. Кейін 32 жасымда барып саксофон үйренемін, мен ұстазым айтады, азыке слухың күшті ғой дейді. Мен осы уақытқа дейін сеніп келдім ғой, мен музыкаға түк қатысым жоқ деп. Мен айдыл адам, ол айдалады деп. Сондықтан өзіңіз туралы негативті ақпарат үлкен ықтималмен біреу салды оны сізге. Сыныптасыңыз, әдетте көбіне оқушы кезде болады бұл ақпараттар. Бойың ұзын болса да кінәлісің оқушы кезде, бойың қысқа болса да кінәлісің, қатты сабақ оқысаң да кінәлісің, сен ұстаздың жаңағы несі, жұмсағышы, патриот, задыр деген сөздер бар еді ғой, сен ақылды болсаң да кінәлісің. Сен ерте есейіп кетсең де кінәлісің, мысалы хандар ондай не көрген шығар, білмеймін, жаңа фигурасы шыға бастаса, класстастары мазақтайды. 8-ші сыныпта, 7-ші сыныпта, 9-ші сыныпта деген сияқты. Осы ақпараттардың нәтижесінде мен шешім қабылдадым. Достар, скорее всего, сіздің бойыңыздағы, құрметті мен тыңдап отқан кісі, достар деген инстаграмда айтылған сияқты, тыңдап отқан оқырманым, скорее всего, сіздің ойыңызша, сіздің бойыңыздағы негативный бір қасиет дәлелсіз. Оны, скорее всего, сізге класстасыңыз айтты. 9-ші сынып, 10-ші сынып, 11-ші сынып. Шындығында солай ма? Құдай біледі. Егер маманы айтса сізге, сен сондайсың деп, білмеймін, бір психолог айтса, акиматтан адамдар келіп сені зерттеп сертификат берсе, келсем. Оған дейін бұның бәрі өтірік. Сондықтан давайте бұл ақпаратты да амигдаладан алып тастайық. Амигдала бөлігінен негативті ақпарат, даже өзім туралы негативті ақпарат негізі жоқ болса, алып тастаймыз. Окей? Енді мен егер де амигдала бөлігін босата алсам, менде өте көп ресурс пайда болады. Мен қазір қатты түсінемін ақпараттарды. Мен қазір оқыған кітабымды бір-ақ рет оқып түсіне аламын деген сияқты. Бізде солай болу керек. Мен қазір адамдармен күшті ғылым туралы әңгімелесем деу керек еді. Өйткені амигдала босады. Ал толып тұрса ол енді ондай кезде қиын. Окей? Сондықтан тапсырма сол, сіздің кезіндегі болған оқиғаларды кешіріңіз, жақсы көріп қалыңыз. Тіпті рахмет айтыңыз ол оқиғаларға. Рахмет, өйткені мені қалыптастырды осындай. Сіздің өткен шағыңыздағы бүкіл қателерді реттеп алуға шанс берілсе, сізге бүлдіресіз. Өйткені қазіргі сіз жоқ болып кетесіз. Мен бүкіл жасаған қатеммен осындай болып отыр. Мен бұған ризамын. Сондықтан достар, амигдала бөлігіне үңіліңіз, жақсы бір жақын танысыңыз болса сөйлесіп көріңіз, немесе маманымен жұмыс істеп көріңіз. Келесі видеоларда көріскенше. Достар, видео пайдалы болса, лайк басыңыз, комментарий жазуды ұмытпаңыз. Достар, бізде акция кітап сатып алып, Түркияға саяхат ұтып алуыңыз мүмкін, немесе кітап сатып алып iPhone 16 Pro ұтып алуыңыз мүмкін. Ол қандай акция? Сіздер білесіздер, менің Сен атты кітабым бар. 2023 жылы шыққан бестселлер атанған кітап және 2023-тің үздік кітабы номинациясын ұтып алған кітап. Сен кітабында біз нақты техникалармен бөлістік. Мидың жұмыс істеуі, әдеттер қалай қалыптастыруға болады, маған ұнамайтын әдеттен қалай құтылуға болады, жаңа әдеттерді қалай қалыптастыру керек, қандай әдеттерді қалыптастыру керек, спорт, қандай спортпен айналысу керек, қалай айналысу керек, не үшін айналысу керек, не үшін айналыспау керек, сондай да сәттер бар. Одан кейін менің миымның жұмысы, одан кейін не үшін жазу керек, қалай кітап оқу керек,
жоспарды қалай құру керек деген тақырыптарды, тіпті қаншалықты су ішу керек деген мәселелерде мынау кітаптың ішінде қамтылған. Сондықтан өміріңіздің былай айтайыншы, жаңадан бастап бір жүйеге енгізу үшін сен кітабы керемет кітап. Оған қоса біз қазір керемет акция жариялап жатырмыз. Екінші ол мен кітабы 2024-те шықты. 2024-те бестселлер атанды және үздік кітап номинациясын ұтып алды. Ресми ұтып алды. Енді мен кітабында біздің психикалық тұрғыдан сұрақтарымызға жауап. Мысалы, мына жақта біз түсіндік, жүгіру керек дедік, сен кітабың ішінде спортпен айналысу керек дедік, ұйқыңды реттеу керек дедік. Бірақ кейбір адамдар деді, қанша тырыссам да реттей алмаймын дейді. Қанша тырыссам да бастаймын, бірақ тастап кетемін. Қанша тырыссам да соңына дейін апара алмай қойдым. Рисктен қорқамын, адамдармен сөйлесуге ұяламын, сахнаға шығуға ұяламын, білмеймін. Сондай нәрселерді мынау психикалық қырын мен кітабымды толықтай аштым. Біздің психикамыз қалай қалыптасты, қандай кезеңдері бар, біз кімнен қандай сабақтар алдық, мына менің басымда жазылған формулалар қайдан жазылды, енді маған ұнамайтын формула болса, бұны қалай қайтадан түзу қылып жаза аламын, қалай маған ұнамайтын әдеттен құтыла аламын, қалай менің рухани бір қорқыныштарымнан құтыла аламын деген тақырыпты толықтай мен кітабымда таба аласыз. Жаңағы адамдармен араласу неге қиын, дисциплина неге қиын, білмеймін, бір нәрсе бастау неге қиын. Мысалы, көбісі айтады, кәсіп бастағым келеді дейді, бірақ бастай алмаймын. Не үшін? Біздің кішкентай кезімізден бері көрген, үйренген бір формулаларымыз бар. Олардың бірі мысалы мойынсыну, адамдарға мойынсыну. Кішкентай кезімізде ата-анамыз тым қатал болған болса, бізде сондай запись болуы мүмкін. Сондықтан қазіргі өмірде бұл қиын. Енді бұл нәрселерді қалай жеңуге болады? Толықтай психика туралы, қалай қалыптасты, қандай бөлімдері бар, қашан қалыптасты, оны қайтып жасауға бола ма? Реніш, травма, блок, установка деген бәрі мен кітабының ішінде бар. Енді акция қандай? Достар, мына екі кітапты алған кісілерге біз сілтеме қалдырып кетеміз. Bir адамға Түркияға саяхат сыйлаймыз. Bir адамға iPhone 16 Pro сыйлаймыз. Бар жоғы кітапты алсаңыз болды, сатып алып, өміріңізге енгізсеңіз күшті болады, барлығын оқып, өміріңізге енгізсеңіз. Енді онымен шектелмей, біз осы екі кітапты алған кісілердің ішіне барлығына 14 түрлі курс береміз. Курс. Қандай курстар? Мына кітаптар толықтыратын курстар, ұйқы туралы курстар, жазылған видео сабақтар, жоспарлау туралы курстар, видео сабақтар, самокоучинг деген керемет бір курс бар. Менің жаңағы әдеттерімді тауып, оны былай айтқанда кодты дұрыстап жазу, жаңағы қорқынышты жеңу, жаттанды әлсіздік деген сияқты күшті 14 курс бар. Сіздің өміріңізге точно пайдасы тигізеді және бұл курстар кезінде шынымен де ақшаға сатылған, барлығын қосқан кезде сомасы 1.280.000 теңге болды. Сол курстарды біз қазір тегін береміз. Бар жоғы мына екі кітап алу керек. Сілтемемен біз сілтеме қалдырып кетеміз. Сізге курс кітаппен бірге келеді. 30 ойына автоматты түрде тіркелген боласыз біздің Каспи дүкенде. Сондықтан іске сәт.